Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік, жұмсақ әрі дәмі тіл үйірер булочкалар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттерді описаниядан қарай аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ ашытқымызды, оған жұмыртқамызды және де шекерімізді саламыз. Одан кейін осының үстіне жылы сүтімізді құйып, масса біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне енді аздап шым-шым тұз және де сұйық майымызды қосып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден толтырып салып жібермеңіздер. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Осылай оны илеп, иінін қандырып, жылы жерге 1 сағаттың көлемінде қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Көтерілген қамырдың баспай шетінен бөліктерге бөліп алып, әрқайсысын дөңгелекше етіп қойып, бетін жауып қойып қоямыз 10 минуттай. Енді 10 минут өткеннен кейін шетінен бастап үй жағдайында тұрған сары майымызды алып, температурасында тұрған ортасына жақсылап жағып, осылай орайсыздар да, бұл оралған формамызды тағы да шиыршықша орап аласыздар. Міне осылай шиырықтала оралды. Оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша кунжут, мак секілді дәндермен әсемдеуіңізге болады. Біздің булочкаларымыз 180 градуста 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Булочкалар өте жұмсақ, әрі иісі де керемет, дәмі де тіл үйірер болады. Ас болсын.